Сәлеметсіздер ме, Аха. құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің сіздермен әңгімелесетін тақырыбымыз орыс сыныптарында өткізілетін жазба жұмыстарының түрі деп аталады. Менің аты жөнім Чегеубекова Гүлмәрия Нарымбековна. Мен сіздермен бұл бірінші рет емес, осымен төртінші рет қой деймін, осылай Zoom арқылы бірге кездесіп, көрісіп, бір-бірімізбен жаңа тәжірибе алмасып отырғанымызға. Осы уақытқа дейін бізде Жетісу ауданында аптасына бір рет осылай бір-бірімізбен келісіп тәжірибе алмасып отыратынбыз. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз орыс сыныптарында өткізілетін жазба жұмыстарының түрі деп аталады. Құрметті әріптестер, осы тақырыпты бастамас бұрын мен сіздермен мынандай жұмыс атқарамыз. Қазір атсалысып отырамыз. Сіздерге мынандай сұрақ: қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер? Яғни қазір чатқа кірсеңіздер, чатқа мен сіздерге Padlet тақтасының сілтемесін жіберіп қойдым. Мінекей, енді кіргенде қазір кірсеңіздер болады. Осы сілтеме бойынша кіреміз, құрметті әріптестер. Тақтаға кіріп, тапсырма мынандай: қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер? Яғни бұл орыс сыныптарына арналғандықтан біз тек орыс сыныбы деп қарастырамаймыз, өйткені бәрімізге бір, қазақ тілі пән болғандықтан әрбір пән бойынша қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер? Padlet тақтасына кіріп, тақта алдарыңызда тұр. Тақтаға кіргеннен кейін, құрметті әріптестер, мынандай бұл онлайн тақта. Осы онлайн тақта арқылы жұмыс жасаймыз. Мына алдарыңызда мынандай плюс тұр. Осы плюсты басасыздар да өтініш аттарыңызды аноним болып шықпасын, аттарыңызды жазамыз. Лажы болса мектептеріңізді жазып қойыңыздар. Сұрақ түсінікті ғой? Қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер өздеріңіз сабақтарыңызда күнделікті? Padlet тақтасына кіреміз. Қазір тақтаны жаңартып отырамын, өйткені мына жерде жұмыстар жасалып отыр. Бір ғана сөз жазамыз, бір ғана. Атыңызды, мектебіңізді жазсаңыз болады. Өте жақсы. Аноним, өкінішке орай аноним болып шықты. Сонда да атыңызды жазбапсыз. Мына жерде мен сізге кім осыны қолданады? Мына жерде жүрекше тұр. Сол жүрекшені басып өтеміз. Диктант. Жақсы, рахмет. Жанар Құмарова Жанарға. Тағы бар ма жазатындар? Егер тақтаға кіре алмасаңыздар, онда сұрап отырыңыздар. Жаңадан кірген кісілерге мен жаңадан чатқа жазып отырамын. Қай жерге жазамыз дейді. Жақсы, сұрағыңызды түсіндім. Сіздер мына сілтеме бойынша кіресіздер. Қазір жібердім сілтеме. Осы сілтемеге кіргеннен кейін мынандай алдарыңызда тақта тұрады. Енді орысша жазылады, өйткені мен қазақшаға аудармайды екен. Моя удивительная доска Padlet деп шығады да, мынау тақта шығады. Осы жерге мына плюсты басасыздар. Плюсты басқаннан кейін атыңызды жазып, жаңағы қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер, соны жазып өтіңіздер. Әзірше 2 мұғалім жазды. Осы 2 мұғалімге мынандай тапсырма. Құрметті әріптестер, осы сөздік диктант алып отырсыздар, диктант алады екенсіздер, өте жақсы. Осыған мына жерде добавить, жанында тұр мына жерде, добавить комментарийді жазасыз, осыған нұсқаулық жазыңызшы. Қалай сіз өткізесіз осы сөздік диктантын? Өте жақсы, мына жерде келіп тұр, диктант, изложение дейді, орысша жазыпты. Жақсы, бұл кісіге де мен жүрекше қойып қойдым. Мінекей, егер сіздерде мына плюс тақтасы ашылмаған болса, онда менің қандай жазба жұмыстарын өткізесіз дегеннің артына Гүлмира, жақсы, Гүлмирадан келді. Мінекей, енді әріптестер, бір соңғы тапсырма осы тақта бойынша. Одан кейін біз сіздермен қандай жазба түрлері бар дегенге тоқталамыз. Сөздік диктант деп жазыпсыз. Осы сөздік диктантқа өтініш нұсқаулық жазыңызшы қысқа. Бір
бірінші, екінші, сіз осы сөздік диктантты қалай аласыз? Бірінші мен мысалы оқып беремін, сөздерді. Қанша сөзден тұрады, немесе осыған нұсқаулық жазып кетіңіз. Құмарова Жанар, сізде? Жақсы сақта екен, рахмет дейді, жақсы. Гүлмира, сізде? Осы жазған нелеріңізге, жұмыстарыңызға Дариға диктант мазмұндама дейді, 94-ші мектеп дейді, жақсы, өте жақсы. Құрметті әріптестер, енді нұсқаулық қалай аласыздар осыны? Жақсы, Жанар жазады, бірінші диктантты оқимын дейді. Жанар, неше рет оқисыз диктантты? Нұран мемлекеттің құрметті әріптестер, дауысын өшіріп қойсаңыз. Сөздерде халықтың мыңдаған. Өзім өшірдім. Жақсы. Жақсы, диктант мазмұндама дейді. Жақсы, құрметті әріптестер, қазір соңғы кезде әдістемелік нұсқаулыққа байланысты біз сіздермен жаңағы диктантты, мазмұндаманы неге қостық, осы бақылау жұмысына қостық. Егер біз сіздермен екі бақылау жұмысын алатын болсақ, мысалы, екі бақылау жұмысы өткізетін болсақ, соның біреуі диктант алуға бізге рұқсат берілді. Рахмет, Жанар жазыпты, бірінші диктант оқимын дейді, бір рет оқимын дейді, екінші мәтінді бірігіп аударамыз дейді, ол да болады, орыс сыныптар болған екен, егер бұл мәтін өтілмеген болғандықтан. Құрметті әріптестер, осы сіздер көбіңіз диктант деп жазыпсыздар, осы диктантқа тоқтала кетейін. Диктантты алған кезде бұрын біз 3 рет оқитынбыз. Менің стажым 35 жыл болғандықтан, бұрынғы кезде біз осы диктантты оқыған кезде 3 рет оқитынбыз. Жаңағы сөздерді алдын ала оқушылардан бұрын, оқушылар келгенше тақтаға әдемілеп жазып қоятынбыз, түсініксіз сөздерді, немесе қиындау сөздерді. Қазіргі кезде осы диктантқа байланысты жаңадан нұсқауға шыққан. Қазір сабақтың осы семинардың соңында мен сіздермен таныстырам. Нұсқаулық, яғни сөз диктантты қалай алу керек, диктантты қандай түрлері бар дегенде осы тақырыпқа қазір тоқталамын. Әріптестер, мен өшіріп отырам осылай күн сөйлегенде. Енді құрметті әріптестер, бұл тақтадан шығып, енді түсінікті, қандай жазба жұмыстарын алатындарыңыз. Мына жерде көбіңіз диктант деп менің сұрағым мынандай еді. Күнделікті сабақта қандай жазба жұмыстарын өткізесіздер? Яғни біз сіздермен қазір осыған тақтадан шыға берсеңіздер болады, құрметті әріптестер. Қайтадан енді біздің сабаққа ораламыз. Тақтадан шығып кетіңіздер, немесе кейбірлеріңізге көрінбей қалады. Естіп тұрсыздар ма, әріптестер? Тақтадан шығып кетіңіздер. Енді әсіресе жаңаға немен отырған әріптестер. Ал жақсы. Енді құрметті әріптестер, сіздерге қандай жұмыстарын өткізесіздер деген сұрақ қойылған болатын. Оқу бағдарламасына сәйкес сіздерде күнделікті сабақтарыңызда мынандай 5-ші сынып пен 11-ші сыныптар аралығында жазба жұмыстарын түрлерімен таныстырғым келіп отыр. Бірінші 5-ші сыныпта хат жазғызамыз оқушыларға. Яғни бұл бағдарламада анық берілген. Мен сіздерге бағдарлама бойынша мемлекеттік стандартқа байланысты қандай жазба жұмыстарын өткізу керектігін сіздер орыс сыныптарында білулеріңіз керек. Қазақ сыныбында дәл осындай. Бірінші 5-ші сыныпта хат дейді. Хат түсінікті, анық жазылуы керек. Әрі сыпайы, қарапайым, мейірімге толы болсын, және хат бірінші жақтан баяндалады дейді. Бұл 5-ші сыныпта басталады бізде. Келесі, екінші күнделік. Абай атамыз айтқан ғой, әрбір адам өзіне өзі күнделікті есеп беру керек. Күніне бір рет, аптасына, жұмасына бір рет, немесе айына бір рет өзіңе өзің есеп бер дейді. Яғни күнделік жазу өзіңе өзің есеп берумен тең екен.
күнделік күнде қысқа және